Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге 2025 жылдан бастап айыппұлдар қалай өзгереді, сол жайлы айтатын боламын. Бұл ақпараттардың сіздерге тигізер пайдасы бар деген ойдамын, және еліміздегі өзгерістерден хабардар болғандарыңызды қалаймын. Қазақстанда 2025 жылға арналған айлық есептік көрсеткіш бекітілді. Оның мөлшері 3932 теңге. Яғни айлық есептік көрсеткішпен есептелетін кез келген төлем, соның ішінде айыппұл көлемі де артады. 1 қаңтардан бастап айыппұл мөлшері қалай өзгереді? 2024 жылы бір айлық есептік көрсеткіш 3692 теңгеге тең. Енді 2025 жылдан бастап ол 240 теңгеге өспек. Ендеше 2025 жылы 1 қаңтардан бастап құқық бұзып, айыппұл арқалағандар қанша теңге төлейді? Рәміздерді қорлау. Қылмыстық кодекстің мемлекеттік рәміздерді қорлау туралы 372 бабына өзгерістер енгізілді. Өзгерістер нәтижесінде рәміздерді қорлау дерегі үшін айыппұл көлемі 3000 айлық есептік көрсеткішке өсті. 2025 жылдан бастап бір айлық есептік көрсеткіш 3932 теңге. Демек, 3000 айлық есептік көрсеткіш 11 миллион 796 мың теңге болады. Кіреберісте қоқыс қалдыру. Пәтерге кіреберістегі есігінің қасына қоқыс салынған дорбаны қалдырғаны үшін әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 505 бабына сәйкес абаттандыру қағидаларын бұзғаны үшін 20 айлық есептік көрсеткіш бойынша айыппұл салынады. Ал бұл әрекетті азамат 1 жыл ішінде қайталап жасаса, онда 30 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. 20 айлық есептік көрсеткіш 78640 теңгеге тең болса, 30 айлық есептік көрсеткіш 117960 теңге. Тыныштықты бұзу. Елімізде заң бойынша кешкі сағат 22:00-ден таңертеңгі 9-ға дейін тыныштықты бұзуға болмайды. Тұрғын үй ғимараттары мен тұрғын үй құрылысы аумақтарында орналасқан ойын-сауық орындарына жұмыс күндері сағат 22:00-ден таңғы 9-ға дейін, демалыс және мереке күндері сағат 23:00-ден таңғы 10-ға дейін шулауға тыйым салынады. Тәртіп бұзған жеке тұлғаларға 5 айлық есептік көрсеткіш, яғни 19660 теңге. 1 жыл ішінде қайталанса, 10 айлық есептік көрсеткіш, яғни 39320 теңге айыппұл салынады. Ал кәсіпкерлерге 20 айлық есептік көрсеткіштен 150 айлық көрсеткішке дейін 78640 теңгеден 589800 теңге айыппұл салынады. Қоғамдық орында түкіру. Қоғамдық орында түкіргені үшін, сондай-ақ белгіленбеген жерлерде қоқыс тастағаны үшін құқық бұзған адамға бірінші рет 5 айлық есептік көрсеткіш, яғни 19660 теңге айыппұл салынады. Ал азамат осы әрекетті қайталаса, онда 10 айлық есептік көрсеткіш, яғни 39320 теңге көлемінде айыппұл төлейді. Көлік жүргізгенде телефон пайдалану немесе белбеу тақпау. Жолаушылар мен жүктерді тасымалдау ережелерін бұзғаны, қауіпсіздік белбеуін тақпағаны және көлік жүргізіп бара жатқанда телефон пайдаланғаны үшін жүргізушілерге 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Бұл 2025 жылы 19660 теңге. Құжатсыз көлік жүргізу. Жүргізу құқығы жоқ жүргізушінің көлікті басқаруы 20 айлық есептік көрсеткіш, яғни 78640 теңге көлемінде айыппұл төлейді. Көлік құралын басқару құқығынан айырылғандар көлік жүргізсе, оларға 50 айлық есептік көрсеткіш, яғни 196600 теңге айыппұл салынады, немесе 20 тәулікке қамауға алынады. Автобусқа жолақы төлемеу. Қала және қала маңындағы қоғамдық көлікте жолақыны төлемегендерге 2 айлық есептік көрсеткіш, яғни 7864 теңге айыппұл салынады. Кәмелетке толмағандардың түнде жүруі. Кәмелетке толмағандар заңды өкілдерінсіз 22:00-ден 6:00-ге дейін ойын-сауық мекемелерінде болса, олардың ата-анасына 3 айлық есептік көрсеткіш, 11796 теңге мөлшерінде айыппұл салынады. Ал 18 жасқа толмаған бала 23:00-ден таңғы 6:00-ге дейін үйден тыс жерде жүрсе,
онда заңды өкілдеріне ескерту жасалады. Егер осы әрекеттер 1 жылдың ішінде қайталанса, онда баланың заңды өкілдеріне 7 айлық есептік көрсеткіш 27.524 теңге айыппұл салынады. Жолды кесіп өту. Жаяу жүргіншілер жол қозғалысы ережелерін сақтамағаны үшін қате жерден өту және тағы да басқалары 2 айлық есептік көрсеткіш, яғни 7864 теңге көлемінде айыппұл төлейді. 1 жыл ішінде қайталап бұзғаны үшін айыппұл 10 айлық есептік көрсеткішке, яғни 39.320 теңгеге дейін өседі. Жылдамдықты асыру. Көлік жылдамдығын асырғаны үшін, сағатына 10-20 шақырымға асырғаны үшін айыппұл 5 айлық есептік көрсеткіш, яғни 19.660 теңге. Сағатына 20-да 40 шақырымға асырғаны үшін 10 айлық есептік көрсеткіш, яғни 39.320 теңге. Сағатына 40 шақырымнан асырғаны үшін айыппұл қазірдің өзінде 20 айлық есептік көрсеткіш, яғни 78.640 теңге. Әкімшілік жаза қолданғаннан кейін 1 жыл ішінде жылдамдықты қайталағаны үшін 30 айлық есептік көрсеткіш, яғни 117.960 теңге айыппұл қарастырылған. Қоғамдық орында балағат сөз айту. 2023 жылғы наурыз айынан бастап, заңға қоғамдық орында балағат сөз айтқандарға 20 айлық есептік көрсеткіш, яғни бұл 78.640 теңге немесе 30 тәулікке қамауға алынады. Әкімшілік құқық бұзушылықтың 73-ші бабы бойынша отбасында және тұрмыста балағат сөз айтқаны үшін ескерту немесе 5 айлық есептік көрсеткіш 19.660 теңге көлемінде айыппұл салынады. Мұғалімді немесе дәрігерді балағаттау. Мұғалімді немесе дәрігерді балағаттасаңыз 10 айлық есептік көрсеткіш, яғни 39.320 теңге көлемінде айыппұл қарастырылған. Айлық есептік көрсеткіш деген не? Бұл көрсеткіш мына себептермен қолданылады: жәрдемақы, зейнетақы және әлеуметтік төлем мөлшерін есептеу, салық және басқа да міндетті төлемді есептеу, айыппұл мен басқа санкциялардың мөлшерін анықтау. Жыл сайын айлық есептік көрсеткіш мөлшері республикалық бюджет туралы заңмен бекітіледі. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздермен бірге болған доллар KZ арнасы. Видео ұнаса, сіздерге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.